Қайырлы күн, құрметті сырлы сұхбат айдарының көрермендері. Бүгін бізде қонақта қарағандылық суретші Исіркеев Мейрам Райымқұлұлы. Исіркеев Мейрам 1950 жылы 6 қарашада Қарағанды қаласында дүниеге келген. Бүгінгі күнде 70 жасқа толып отыр. 1973 жылы Политехникалық институтты тамамдаған. Арнайы көркемөнер саласында білім алмаса да, табиғат сыйлаған өнерін, дарынын, еңбек, талап арқылы ұштастыра білген тамаша талантты суретші. Мейрам Райымқұлұлы Қарағанды облысындағы қазақ ұлтынан шыққан тұңғыш суретші Исіркеев Райымқұлдың ұлы. Әрі Мейрам Исіркеевтің ағасы Қуаныш та тек қана Қазақстан емес, алыс жақын шет елдерге де танымал талантты суретші. Мейрам Исіркеевтің негізінен ол натюрморт пен пейзаж саласында жұмыс жасайды. Суретші шығармасындағы негізгі тақырып сол өзі кезінде жұмыс істеген балықшылар бригадасы, және кезінде ол кісі шахтада жұмыс істеді, сондықтан да шахтерлар еңбегін бейнелеу, және атамекені Ақтоғай мен Балқаш өңірі. Ал Мейрам аға, міне сізді келіп жеткен мерейтойыңызбен құттықтаймыз ең алдымен. Енді Алла қаласа 2 күн қалды ғой мерейтойыңызға. Біз өте қуаныштымыз сізде осындай мерейтойға жеткеніңіз үшін. Мейрам аға, енді менің сізге сұрағым, сіз Политехникалық институтты бітірдіңіз, Соған қарамастан осы суретшілік жолмен айналысуыңызға не себеп болды? Мүмкін сіздің әкеңіз танымал суретші, ағаңыз Қуаныш аға танымал суретші, сол әсер етті ме? Әлде өзіңіз балалық шақтан осы сурет салуға деген ынтаңыз болды ма? Бала кезімде енді әр бала ойын ойнайды. Мен ойнайтын пластилиннен аттардың суретін жасайтын, иттердің суретін ептеп. Жалпы мен табиғат жақсы көремін. Табиғатты. Мысық болды біздің кейде, ит болды, көгершін, кроликтер болды, балық аквариум. Жалпы табиғатты мен жақсы көремін, жалпы. Сол сіздің табиғатқа деген сүйіспеншілігіңіз, сол сізді суретшілікке, бала кезде мүсін жасаумен айналыстыңыз, сонда? Енді любой бала жасайды ғой. Любой бала пластилинді ойнаған жақсы көреді. Бірақ Қуаныш ағатай маған қарағанда жазуда демі, суретте жас кезінде жақсы сала бастайды. Мен салыстырам, менің суреттерім ол кісіге қарағанда нашар. Жоқ, сіз нашар демеңіз, әркімнің өзінің жазу мәнері бар ғой, әрине салыстыруға келмейді. Енді Қуаныш ағаның жұмыстарын бүкіл әлем таниды деуге болады, бүкіл дүние жүзі таниды, жақын, алыс жақын шетелдерде. Сіздің жұмыстарыңызда мен қарап отырмын, өте көп жұмыстарыңыз Ақтоғайға арналған. Ақтоғай енді сіздің Балқаш. Атамекеніңіз ғой енді, Райымқұл атамыздың шешеңіздің туған жері. Шешем деп айтып кеттіңіз. Менің айтқым келіп тұрғаны Зүпін апа. Ол кісі де енді өнерден құралақан болған кісі емес қой. Ол кісі тігін тікті, жаңағы өзіңіз мен естуімше көрші әйелдерге жаңағы көйлектер тігіп беретін, шапан, тымақ деген сияқты заттарды тігетін, Мүмкін сол кісінің де әсері болған шығар. Ол кісінің әсері 99%. 99%. Ол кісінің жалпы интеллект дейді ғой, интеллект. Жалпы интеллекті әкемнен 10 есе артық. Ол кісі оқымаса да телевизорда музыка тыңдап отырады ғой. Жаңағы Моцарт болсын, Құрманғазы болсын, соны түсініп, сіңіріп отырады. Әке ол суретін салады. Мейрам Исіркеевтің шығармалары көп мағыналы әрі мазмұнды. Оның қылқаламынан туған көркем дүниелер табиғилығымен әрі шынайылығымен тартымды. Әкесі марқұм Райымқұл Ақтоғай өңірінің тумасы болғандықтан Мейрам ата-баба жеріне арнап Ақтоғай, Тоқырауын толқыны,
және тағы да басқа туындылар. Сонымен қатар Балқаш сериясы, яғни Балқаш жағасында, Балқаш балықшылары деп аталатын жұмыстары да көп. Себебі Мейрам аға өзі бір жылдары сол Балқашта балықшы болып жұмыс жасаған. Суретшінің қай бір туындысы болмасын айтайын деген негізгі ойының түйінділігін сездіреді. Жалпы ол жазған картиналардың мән мазмұны, бояулардың бәріне басымдау, байқалатын күн сәулесінің жарқылы, қызғылт сары түстер аша түскендей. Композицияның осылай құрылуының өзі әнмен басталатын сияқты да, күн нұрына бөленген жер, өз отанының ашық аспан аясында алаңсыз өмір сүріп жатқан қарапайым ауыл тіршілігінің көрінісі. Шебердің шығармашылығының негізгі арқауына айналған қазақ даласының тыныс тіршілігі оның туындыларының басты тақырыбы ғана емес, шынайы шеберлікпен салынған көркем суреттердің құндылығы да болып табылады.